эфирде Green KZ, студияда Мухаммед Амел. Арал теңізінің біржола жойылып кетуі Орта Азия мен Қазақстанды ғана емес, көптеген шығыс елдерінің тыныс-тіршілігіне өзгерістер әкелмек. Ал әлемдік климаттың өзгеруі, шөлге айналуы, атмосферадағы ауытқушылықтар антропогенді экожүйелердің тұрақсыздығын тудырады. 1960 жылдары көлемі 68 мың шаршы километрді құраған Арал теңізінің көлемі қазір 9 есе азайды. Бұл дегеніміз 1960 жылғы теңіздің тек 10% ғана қалғандығын көрсетеді. Бастапқы кездері тереңдігі 50-60 метр болса, қазір 20-30 метрге дейін азайып келеді. Ал 1963 жылға дейін жылына 25-45 мың тонна балық ауланса, 1970 жылы бұл көрсеткіш 15 мың тоннаны көрсетіп отыр. Судың тұздылығына келетін болсақ, диаграммада көріп тұрғандарыңыздай 1950 жылдары 10%-дан аспаған судың тұздылығы 1982 жылы 40%-ды құраған. Ал қазіргі кезде 1 литр суында 180 грамм тұз бар. Арал теңізі тартылғаннан кейін одан бөлінген тұзды шаңдар әсері сонау Орта Азия республикалары аумағына жетіп, ауыл шаруашылығына зардабын тигізуде. Топырақтың тұздануы Өзбекстанда 60%, Қазақстанда 67%-ға артып отыр. Мұның өзі жалпы шаруашылыққа зиянын тигізуде. Тіпті Гималай, Скандинавия тауларында арал тұзының қалдықтары табылып жатыр. Ал егер де арал түгелдей тартылып кетсе, планета климатының қандай жағдайға ұшырайтыны айтпаса да түсінікті. Сонымен қатар арал теңізінен бөлінген тұзды шаң Памир, Тянь-Шань тауларына жетіп, таудың 40%-ын ертіп жіберген. Бүгінгі бағдарламамыздың басты қонағы география ғылымдарының кандидаты, географ, эколог Оразхан Айдаров. Біз 15 жылдан астам осы теңіздің табанында үлкен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Негіз теңіз осы кезде ғана тартылып жатқан жоқ. Тарихи мәліметтерге қарасақ, теңіздің табанынан алынған әртүрлі заттардың, моллюскалардың қалдықтарының несі бойынша, көрсеткіші бойынша, бұған дейін 3-4 рет теңіз тартылып толысқан. Енді ол кездегі тартылып толысулар, яғни теңіздің өзінің тарихи, табиғи жолмен болғаны мүмкін. Қазіргі тартылуын енді адамзаттың әсері бірден бір. Мысалы, ең алғаш теңіздің тартылуы, мысалы, 1221 жылы Шыңғысханның ирригациялық жүйені жоюы. Яғни соның салдарынан Амудария өзені Арал теңізіне емес, Каспий теңізіне өз бағытын аударып кетті. Онан кейін 1417 жылы, яғни 1417 жылы Аралдың тартылуы, яғни ол араб ғалымдарының жазбаларында кездеседі. Келесі үшінші тартылу кезеңдері 1573 жылдары Амударияның Аралға қайта бұрылуы, яғни ол Әбілғазының еңбектерінде кездестіріледі. Теңіз бұрындарда тартылғанның бір дәлелі, қарап отырсаңыздар, бұл жерде тұрғылықты халық мекен еткен. Яғни егіншілікпен айналысқандығы көрінеді. Өйткені теңіздің су тартылып кеткен кезде арнайы ирригациялық жүйелердің орны сақталған, яғни ирригациялық жүйе деген арықтар ғой, сол сақталған. Тұрғылықты халық егіншілікпен айналысқандығы көрінеді. Өйткені осы жерде біз үлкен диірмен тас бар ғой, кәдімгі бидайды үгітетін, ұн қылып, сондай үлкен диірмен тасты кездестірдік, табылды. Міне арнайы тұрмыстық заттар көрсетіліп тұр мына жерде. Арал теңізінің тек солтүстік қазақстандық бөлігі ғана қалды. Мынау жер қазір мүлдем жоқ десе де болады. Көбісі негізінен Амудария кезінде судың 3/2 бөлігін Амудария өзені ағызып келген ғой, алып келген. Кейіннен бұл Амударияның суын жолдан Түркменстан бөліп алды. Түркменстан, яғни үлкен Сталин каналын қазды. Сол арқылы Ашхабадқа су апарып, Ашхабадтың төңірегін көгалдандырды. Сонымен бірге Өзбекстан мына жердің барлығына мақта екті. Дағы Амударияның суы мүлдем 60 жылдардан кейін бармай қалды. Арал теңізіне құймай қалды. Ең үлкен тартылуына себеп болған осы деп айтуға болады. Ал біздің Сырдарияда су барып жатыр. Негізінен тек бірақ бұл Сырдария өзенінің мүмкіншілігі тек кіші теңізді ғана сақтап қалуға мүмкіншілігі бар. Мына тұста қазір Көкарал бөгеті салынды. Сырдарияның теңізге құяр тұсында Ағлақ су тоспасы салынып жатыр. Салынып бітті. Осы қазір Ағлақ су тоспасы арқылы суды реттеп, бұл реттегенде не? Мынау
Сырдария өзенінің төменгі ағысындағы көптеген көлдерді суға толтырып аламыз көктем кезде. Сондықтан қазір бұрынғы балық шаруашылығы қайта қалпына келіп жанданып жатыр бұл өңірде қазір. Бізде енді Арал теңізі көбісінің ойындағы сұрақ сол, Арал теңізі қайтып қалпына келе ме дейді. Ол келуі екіталай. Өйткені бұған басқа ешқандай қазір глобальный потепление жүріп жатыр дейміз ғой, ғаламдық жылыну. Оның өзінде де мысалы Сырдария сонау Қырғызстан жеріндегі, Тәжікстан жеріндегі биік таулардан, мұздықтардан басын су алады. Қазір бұл жердің өзінің мұздықтарының көлемі азайып жатыр. Дарияның суы да соған қарай азайып жатыр. Сондықтан теңіздің қайта қалпына келуі екіталай деп айтуым. Тек біздің қолымыздан келетіні тек теңіздің табанына жасыл желек, яғни сексеуілдіктер егу, сол жерге бейім өсімдіктерді. Қараңыздар, мына ракушкалар жатыр, қаншама ракушка жатыр, соның өзіне сексеуіл өсіпті мысалы. Сәл ылғалы болса болды. Ал енді біздің ұсынысымызға келетін болсақ, ол жаңа технологияларды пайдалану. Ең біріншісі ол тамшылап суару әдісі. Бұл әдіс суды үнемдейді, арам шөптің шығуына жол бермейді, өсімдікті құрғақшылықтан сақтайды, судың өсімдік тамырына тікелей және қажет мөлшерде жетуіне мүмкіндік береді. Екінші тәсілі ол ауа көпіршіктері, яғни өзен-көлдерге арнайы құрылғымен ауа көпіршіктерін жіберу арқылы судың булануын азайта аламыз. Ал келесі тәсіл ол Арал теңізінің бетіне су өсімдіктерін өсіру. Мысалы, қалқымалы тоған өсімдіктері, ақсу лилиясы, олар суды күн сәулесінен сақтап, булану процесін азайтады. Сонымен қатар теневой шарлар арқылы да булану процесін біраз азайтуға болады. Ол буланудың төмендеуін бір жыл ішінде шамамен 1,1 миллиард литр суды үнемдейді. Булану және күн сәулесінің суда болатын химиялық қосылыстар арасында реакция тудыруына жол бермейді. Швеция сулары өте таза болғандықтан балықтар азайып келе жатыр. Яғни бұл теневой шарлар да күн сәулесін өткізбегендіктен балдырлар өспейді, бактериялар болмайды. Бұл балықтардың өміріне кері әсерін тигізуі мүмкін. Семей полигонына байланысты тағы бір айта кететін нәрсем, біздің мына Арал теңізінің қазір тартылып жатыр дейміз ғой. Сонда тағы да үлкен проблема туып отырған мәселенің бірі мына Арал теңізінің ортасында Возрождение аралы. Бұл Возрождение аралы кешегі Совет үкіметі ыдырағанға дейін үлкен биологиялық қаруды сынайтын алаң болған теңіздің ортасындағы. Қазір бұл жердің мына көгеріп тұрған жерді көріп тұрсыздар ғой. Мына судың бәрі кетіп қалды. Мына уже құрлыққа қосылып жатыр. Сондықтан енді бұдан үлкен қауіп, мына жерде қаншама бактериологиялық қарудың бактериялар көміліп жатыр мына жерде. Сибирский язва, чума, оба ауруларын. Сондықтан осы үлкен қауіп төніп тұр. Сол сияқты тек Семейде ғана емес. Енді Семей полигонының қанша жылдан бері жабылғанымен, оның әлі мыңда жүздеген жылдар бойы зиян тиюі мүмкін. Себебі сынақ кезінде бөлініп шыққан зиянды ауыр металл изотоптарының ыдырауы ұзақ уақытты талап етеді. Кестеде көріп тұрғандарыңыздай стронций 56 жылда, плутоний 90, цезий 30 жылда ыдырайды. Ал аргон 39 изотопы 265 жылда, радий болса 1622 жылда ыдырағанымен, элементтердің жасы қаншалықты ұзақ болса, оның қауіптілігі де соғұрлым кем болады. Ыдырау кезеңі секундтармен, минуттармен, сағаттармен, күндермен есептелетін элементтердің тірі организмге қатері бұған қарағанда анағұрлым орасан болып келеді. Олай болса, аса қауіпті элементтер соңғы 10 жылда жойылуға жақындады. Ыдырау кезеңі жүздеген, мыңдаған, миллиондаған, миллиардтаған жылдарға созылатын элементтердің қатері аз болатын себебі олар өлім сәулесін оқта-текте бір мәрте шығарады да, адам денсаулығына зияны аз болады. Ал қысқа уақытта ыдырайтындар бетта, гамма сәулелерін бір мезгілде түгел шығарып, адамды өлтіріп жібереді. Байқағанымыздай, радиацияның жерден топырақтан азаюы біраз жылдарды құрайды. Ал адам ағзасынан қалай азайтамыз? Адам ағзасынан шығару үшін ең алдымен көп мөлшерде су ішіп жүру қажет. Және де радиацияны адам ағзасынан тезірек шығару үшін оған қарсы дәрі-дәрмектер қолданса болады. Мысалы, B190, радиогардейтс, феррацин және тағы басқалары. Қызықты ақпарат. Радиацияның күштілігі соншалық, кәдімгі бидайды радиоактивпен сәулелендірсек, 3 айдың орнына 3 күнде пісіп жетілуі мүмкін. Бағдарламамыздың кезекті қонағы эколог маманы Жылқаев Асқар. Қайырлы күн, бізге интервью беруге келіскеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің ең алғашқы сұрағымыз,
Қазіргі кездегі экологиялық жағдайы нашар жерлерді атап өтсеңіз. Сіздерге де қайырлы күн. Бүгінгі бағдарламаға шақырғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Енді біздің еліміздің экологиялық проблемасына келетін болсақ, өкінішке орай бұл жаңағы Семей аймағындағы ядролық сынақтардың әсері, Каспий теңізінің экологиялық проблемаларын, Балқаштың және Арал теңізінің экологиялық проблемаларын және сонымен қатар мынау ірі өндіріс ошақтары орналасқан қалалардағы экологиялық ластануларды атап өтуге болады. Келесі сұрағымыз, Арал теңізін қалпына келтіру үшін қандай шараларды қолға алуымыз қажет? Енді Арал теңізі экологиялық мәселесін шешуде мемлекет басшысы және үкімет тарапынан қазіргі таңда Сарат жобасы жүзеге асырылуда. Осы жобаның нәтижесінде осы Арал теңізінің экологиялық мәселелері шешіліп, ол жақта инфрақұрылымдар дамып, қазіргі таңда қалпына келу жұмыстары дүниежүзілік банктің бастамасымен осы жобаның аясында Арал теңізі қазіргі таңда қалпына келе жатыр деп айтуға толық негіз бар. Сіздің ойыңызша Арал теңізінің әлемдік проблемаға айналуына не себеп және одан келетін зиян қандай? Енді балығы таудай тулаған, бақасы қойдай шулаған кешегі бүтін бір елді азық-түлікпен қамтамасыз етіп, Ресейге вагон-вагон балық жөнелткен Арал теңізінің бүгінгі таңда халі өкінішке орай мүшкіл. Енді бұл Арал теңізінің осындай жағдайға тап келуіне өте көп деген себептерді айтып өтуге болады. Соның ішінде жаңағы жауын-шашын мөлшерінің азаюы және жазының ыстық құрғақ болып, жаңағы қысының суық болуы және сол Арал теңізінің айналасында шардара секілді қоймалардың салынуы, су қоймаларының және жаңағы осы Арал теңізінің аймағында суды өте көп қажет ететін өндірістердің орналасуы, яғни суға деген халықтың сұранысының артуы осы Арал теңізінің экологиялық мәселелеріне алып келді. Сонымен қатар әлеуметтік желіде Арал тұрғынынан Арал теңізінен басқа қандай проблемалар алаңдатады деп сұраған кезде, қазіргі таңда ең басты проблема Қамбаш көлі болып отыр. Арал теңізі секілді оны да жоғалтып аламыз ба деп қорқамын. Сонымен қатар қоқыс проблемасы да барлығымызға белгілі жағдай. Басты бағытым қала тазалығын ұстау. Дені сау ұрпақ болу үшін таза қала болуымыз керек. Онсыз да Арал қаласының денсаулыққа зиян тигізетін ғарыш айлағы әсер етеді. Одан қалса тұз адамды жеп бара жатыр. Жақында сода заводы ашылмақшы, ол да адам ағзасына зиян екені белгілі. Айта берсең, проблема өте көп деп жауап берген болатын. Қоғам қайраткерлері де Арал теңізі мен Семей мәселесіне бей-жай қарап жатқан жоқ. Мәселен, Арал теңізін қалпына келтіріп жандандыру үшін бірнеше ғылыми болжамдар мен жобалар жасауда. Олар Сібір өзендерін Қазақстанға бұру, Әмудария мен Сырдария өзендерін суын реттеу арқылы суды молайту, Арал теңізін жартылай сақтап қалу және Каспий теңізінің суын жасанды канал арқылы әкелу және тағы да басқа. Осыдан 17 жыл бұрын қабылдаған еліміздің су ресурстарын басқару заңы, су кодексі қазіргі талаптарға мүлдем жауап бере алмайды. Сондықтан да суды пайдаланудың жаңа тұжырымдамасы жасалып, ол тек суды қажеттілікті реттеп қоймай, су нысандарымен байланысты табиғи экожүйелерді сақтап, суды үнемдеуге ынталандыру үшін тұтыну саласындағы тарифтерді қайта қарап, озық технологияларды енгізуге мұрындық болуы тиіс. Ал Семей полигоны туралы мәжілістің жалпы отырысында Александр Милютин былай деді. Түрлі есептеулер бойынша Қазақстанда ядролық сынақтардан 1,5 миллионнан астам адам зардап шекті. Онкологиялық және жүрек-тамыр жүйесі ауруларымен ауыратындардың статистикасы өсуде. Сондай-ақ балалар арасында өлім-жітімнің жоғары болуы. Осы проблемаларды шешу үшін Қазақстан 1992 жылы Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардан салдарынан зардап шеккен адамдарды әлеуметтік қорғау туралы заң қабылдады. Осы заңның әлеуметтік жеңілдіктерін қамтамасыз ету тетігі ескірген. Оның айтуынша, облыстан тыс жерлерге шыққан азаматтарға қосымша еңбек ақы мен демалыс төлеу туралы нормалардың бірі ерекше назар аударуды талап етеді. Қазіргі уақытта Қазақстандағы көп қалаларда қоқыс контейнерлер жоқтың қасы. Бар болған жағдайдың өзінде кейбіреулері талапқа сай емес. Яғни әр қадам сайын қоқыс жәшіктері бар қалаларда қоқыс аз болатыны байқалған. Сол себепті мен үкімет басшысы болсам, осы жағдайды толық ойластырып, қоқыс жәшіктерінің көбеюін және олардың дұрыс орналасуын қамтамасыз етемін. Сонымен қатар, еліміздің көп қалаларында ағаштар өте аз егілуде. Сол үшін құрылысқа ғана емес ағаштар, өсімдіктер егуге тендер ойнату жақсы шешім болатынына сенімдімін. Бағдарламамызды өзіміз шығарған экология ойынымен қорытындыласақ.
Бұл ойында ойнаушыға белгілі бір ойлап табылған мемлекет аумағы беріледі. Мысалы, Экостан. Ойнаушы осы мемлекеттің президенті болады. Президенттің басты мақсаты өз еліндегі азаматтардың денсаулығын сақтау, зауыттарды жасыл өндіріске көшіру, бюджет санап елдегі экологиялық реформаларды жүргізу, экологияға тиімді заңдар шығару. Бұл ойында жеңу бүкіл әлем мемлекеттерінің экологиясын тиімді жағдайға көшірту, әлемдік флора мен фаунасын сақтауды білдірсе, ойында жеңілу бүкіл әлем мемлекеттерінің экологиясының кеселуі, әлемдік флора мен фаунасының жойылуына әкеліп соғады.